Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен жүгеріні кереметтей дәмді етіп және де қатты емес, өте жұмсақ болып шығатын әдіс тәсілмен бөлісетін болам. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жүгері таңдаған кезде міндетті түрде сырты қабығы жасылын таңдаңыздар, сонда ол деген жас жүгері дәмі деген жұмсақ болып шығады. Ең алдымен қабығын осылай жақсылап тұрып тазалап аласыздар және мына шаштарын толықтай алып тастайтын боласыздар. Мына жерін бүйтіп сындырып алып тастайсыздар. Қазір мен сіздерге екіншісін тағы тазалап көрсетемін. Солай толық асықпай тазалап шығасыздар. Қабығынан толықтай ашып ажыратып аламыз. Одан кейін шаштарын да бірге алып тастаймыз және осылай артық қалдықтарының бәрін тазалап шығамыз. Мен далада қазанға қайнататын болам, үйде де қайнатсаңыздар болады. Бәрін салдым, суық құйдым және тұз қосатын болам. Міндетті түрде одан кейін барып қайнатуды бастаймын. 2-2,5 сағат қайнайды. Қатты қайнатпайсыздар, осылай жай отта қайнататын боласыздар және арасында араластырып тұрасыздар. Осымен біздің жүгеріміз пісіп дайын болып шықты. Міне қазір өте ыстық болып тұр. Кішкене суытып барып жемесеңіздер, бұл жүгері ыстық кезінде ауыздарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Қазірдің өзінде өте қатты ыстық болып тұр. Осымен дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер, керемет болып шығады.